Бүгін біз тауық етінен жазда демалысқа арналған шашлик жасайын деп жатырық. Соның маринадымен бөлісейін деп жатырмын. Тауықтың етін аласыздар, приправа шашликке құрғақ чеснок, тұз саламыз и үстіне кетчуп құйып 10 сағатқа маринадтап қойсаңыздар болады. Бір түнге мен қалдырып қоям, ертесіне пісіреміз. Ал егер сізге срочно керек болатын болса, кішкене сарыағаш араластырып жіберсеңіз болады. Көп жерде чеснокпен, томатпен жасалынады. Ол томат шашликті пісіріп жатқан кезде сырты қарайып күйіп кетеді. Сол үшін томаттың орнына кетчуп қоссаңыздар болады. Достар, астарыңыз дәмді болсын, жақсы демалыс болсын, оңай әрі тез. Мен осылай дайындап, түнде холодильникке салып қоям, ертесіне барып пісіріп жей береміз. Өте дәмді шашликтің дәмі тіл үйіретін балғын болады.